Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Көп болды мен видео салмағаныма. Мен сіздерге керемет қарапайым рецептегі сырнені дайындайтын боламын, үйрететін боламын. Қараңыздар. Ол үшін алдымен қой етін маринадта боламыз. 700 грамм қой етін, бұрыш, тұз, аскөк, пияз, укроп деген сияқты барлығын маринадтап, көрдікті қой құйрығын жақсылап осылай тонкий жасап турап алып, оны қазанға салып бастаймын. Ал бисмиллах деп бастадым. Сосын маринадталған етімді үстіне жаймендеп қалап қойып шығатын болам, ортаға үйіп. Сосын әрі қарай оттың бірден қатты қоюға болмайды. Орташа отта ол 1,5-1 сағатта пісіп шығады. Себебі ол жас малдың еті, қой еті болған соң өте тез пісетін, сочный, әдемі болып шығады. Ал сіздер де жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Осылай видеодағыдай саластыр. Перец, пияз осылай туралған. Сосын бұл жаңа 1 сағат, 1,5 сағатта пісіп шығады. Суы шығып, сочный болып шығып бастағанда, астын жаймен баяу отта қойып жауып қоясыздар. Ал енді бисмилля деп үлкендеу қазанға ауыстырдым. Суы шыққан, сочный ет дайын болған, картоп, көкөністерін бәрін салып, бұқтырып, бұны да пісіріп алам. Өте дәмді, иісі мүңкіп тұр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Қамырды дайындадым, кішкене ғана суға дайындап, жөп-жуға жайып, оған начинкасы картошка, сәбіз, көкөністе көк пияз, укроп деген сияқты нәрсені турайсыз, теркадан өткізіп, гүлмәнті сияқты орап аласыз да, рулетик сияқты. Осылай жаңағы еттің шыққан суына, яғни бұқтырып қойып шығасыз. Бұл 35-40 минуттай пісіп шығатын болады. Ал жасап көріңіздер, қадірменді көрермендерім. Өте қарапайым, оңайды шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кеткендеріңізге рахмет. Міне, Аллаға шүкір, өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сырне жасап көріңіздер сіздерде. Келесі видеома дейін. Менің каналыма қолдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.